Өтірік өлең баланың ісі емес, білімді ғұлама дананың ісі. Оқулықтағы өтірік өлең жайын өтірік өлең деген қай өлең немесе балаға өтірік өлең құрастыр деу сабақ уақытын жеу деді. Өтірік өлең баланың ісі емес, білімді ғұлама дананың ісі дедік. Бұлай деуімнің мынадай себептерін көрсетейін. Дүниенің сыртқы пішінін ғана тамашалаумен әуре болған адам шындықтың ішіне тереңдеп ене алмайды, түпкі мағынаны көре алмайды. Бүгінгі өтірік өлеңге сыртқы пішіні ұқсас өлеңдер ерте кездерде де айтылды. Ол кезде өтірік өлең деп аталмайтын. Бұндай өлеңдерді ақиқатты таныған, парасатты, ілімде жетік дана, көпті көрген тәжірибелі, ересек адамдар айтқан екен. Ертеде өткен әулие ғұламалардың бүгінгі өтірік өлеңдерге сырт пішіні ұқсас өлеңдерден мысал келтірейін. Біздегі өтірік өлең деп жүрген өлеңдерге ұқсайтын өлеңдердің ең ескісі парсы тілінде айтылған шығыс ақыны Руми. Таңға жақын түсімде көк жүзіне барып орнадым, ұсақ көкнәр дәнегін темір төс қылып қолдандым деген өлең жолдары. Бір торғайдың қанатын 40 қатырға артып едім, 40 түгел 80-і тарта алмады, қаз секілді балпаңдады деген өлеңді түркі әлеміне әйгілі ақын Юнус Эмре айтыпты. Руми мен Юнус Эмре өлең жолдарын мысал ретінде алудағы себебім оқулықтағы өтірік өлеңдердегі қолданылған метафора, бейнелеудің табиғатын салыстырып түсіндіру. Руми көк жүзіне барып аспанда көкнәр дәнін темір соғатын төс ретінде қолдандым дейді. Юнус Эмре бір тал қанатты 40 қатыр сүйрей алмады дейді. Әулие ғұлама дана Руми мен Юнус Эмре өтірік сөйлемейді әрине. Тек өлеңдерінде айтылғандар сырт көзге оғаш, шындық өмірдегі жағдайға сәйкес болмай тұр. Бұл өтірік емес, тек сырт қарағанда шындық өмірдің логикасына қайшы, сәйкессіздік арқылы ой пікір айту өнері. Өлең жолдарындағы торғайдың қанаты шындық іздеп жоғарыға ұшудың символы. Ең бастысы ұшуға кедергі келтіріп, жерге байлайтын ауырлықтан құтылуды қажет етеді. Өлеңде көз алдымызға осындай қайшылық тудыру арқылы сырттан қарағанда білінбейтін, көңіл көзімен ғана көрінетін бір шындық туралы айтылады. Бұл шындықтың мәні өлеңде қолданылған сөздерге жасырынған мағыналар тек түсіндірілгенде ғана ашылады. Әркім көре алмайтын сырт көрініс пішіннің артындағы шындықты көре алған адамның ой санасы ұшқыр болады. Осындай өлеңдердегі жасырын мағынаны әркім көре алмайды. Ол жерде ишара тілі, терең мағына айтылғандардың астарында жасырын тұрады. Қазақ әдебиетінде Мәшһүр Жүсіптің ишара өлеңдері бар. Сәйкессіздік қайшылық әзілдің негізі. Өмірде болмайтын нәрсенің терісін айтсаң күлкілі болады. Сәйкессіздік адамның байқағыштығы мен тәжірибесіне сүйенеді. Сәйкессіздікті байқау үшін алдымен қалыпты жағдайда қандай екендігі білінуі керек. Бұл көбінесе балалар үшін қиын, тәжірибені талап етеді. Қазақ тілінде жақсы сөйлеуді әсіресе бастауыш сыныпта өтірік өлең құрастырмай үйретуге болады. Ал кейін өздері қызығып оқып біліп алып жатса, құба-құп. Жоғарыдағы Юнус Эмре мен Румидің өлеңдеріндегі мысалдарда көрінгеніндей, уақыт өте келе осындай өлеңдердегі, яғни өтірік өлеңдердегі бұл жасырын мағыналарды көретін көңіл көздер жойылып кеткен соң, кейін көпшілігінде бос ұйқастарға құрылған, күлдіру, әзіл-қалжың үшін айтылған өлең халіне келген. Өтірік өлеңнің өтірік пішініне алданба, шындықты түсінуге күш салайық талдада деп әңгімемді әзірге осы жерде аяқтап, келесі әңгімемнің басын айтып кетейін. Қазіргі кезде балаға өтірік өлең құрастыртудан гөрі балаларды бауырға алып жатқан өтірік әлемді шындық өмірден ажырата білуге үйрету маңызды болып отыр. Балаларымыздың бүкіл әлемі өтірік болып кетпесін. Түсінгенге симулякрлар мен симуляция, тіпті болмаса матрикс десек жетеді. Түсінбегендер өздері түсінбеген өтірік өлеңді балаға құрастырумен босқа уақыттары кетеді.